Құрметті достар, қазақ еліне тағы да жаңа бір халал ресторан ашылып отыр. Алматы қаласында Восточкан бойында көрген шығарсыздар, үстінде 3 тал қазақ үй, яғни отау тігілген, отау деген мейрамхана ашылды. Бұл мейрамхананың ашылуына ең бір кереметтілігі басында құрылтайшылардың біреусі, ол біздің сүйікті ұстазымыз Қабылбек Әліпбайұлы. Ал ағайын, құтты болсын. Қазақ еліне тағы бір мейрамхана, халал мейрамхана құтты болсын. Не болып кетті өзі? Кеше ғана барлығы жабырылып жүріп, күні түні күндіз ораза кезінде садақа беріңдер деп сұрап, анау чайниктерден де, үтіктерден де сөйледі ғой, сұрады ғой. Қай жерде ашсаң, шкафты ашсаң, шкафтан бас шығады, холодильникті ашсаң, холодильниктен бас шығып, нұры мүбәрәк салайық деп ақша сұрап жүретін молдалар не болды? Біртіндеп болар халал ресторандар, мейрамханалар ашып кетті ғой олар. Әшейінде халықтан мешіт медресе саламыз деп жүгіріп жүр, қайыршылық қылып. Түгіміз жоқ, саламай жатырмыз, бітіремай жатырмыз. Ана жерде артымызды жуатын жылы су жоқ, дәрет алуға су жоқ деп, ақша беріңдер, садақа қылыңдар, қайыр қылыңдар деп жататын. Аманандай мейрамхана, ресторандар салуға қайдан болар ақша тауып жатыр. Өздері анау қора қой жылқылар бар, үйір жылқылары бар болардың, фермалары бар болардың өздерінің, ранчолары бар бұл молдалардың. Ал нағып енді осы соншама дүниелері бар, астыларында әрқайсысының астына анау джиптер, не бір көліктер, 40-50 миллион тұратын көліктері бар. Өздері жиналып сала бермейді ма сол нұр мүбәрәкті де, мынау мешіт медресені сала бермей ма? Ақшалар жетіп артылып жатыр ғой. 3-4 қатындары бар әрқайсысының. Келеді халықтан қайыршылық сұрайды. Бар екен ғой ақшасы, қайдан алып салып жатыр онда? Мына жерде отырып алып, Алла беріп жатыр ма? Кім беріп жатыр? Араб беріп жатыр ма? Қайдан алып жатыр? Не тірлік істеп тауып жатыр болар? Кетпен жауып жатыр ма? Мал бағып, қой бағып жүр ме? Қайдан алады осы ақшаны болар? Бірдеңке айтсаң, қалымыз нашар, бізге айлық бермейді, біз тек қана садақамен күн көреміз деп отырады ғой. Халықтың бергенімен күн көреміз, біз айлығымыз жоқ, жалақы алмаймыз деп жылап отырады ғой. Мынаған қайдан алады болар? Соны боларды андай есеп берсін де, қайдан болар бизнес ашып жатыр, қайдан көлік алып жатыр, қайдан мынау қос-қос квартира, қос-қос үйлер салып жатыр, коттедждарды. Есеп берсін осының барлығын. Қарасаңыз, ай сайын умра, ай сайын Меккеде жүреді, Дубайда жүреді болар. Қайдан болып отыр? Осыларды тексерсін, мыналар жемқорлардан да мықты болып кетті ғой.